ертеде. Bir шал мен кемпір болыпты. Bir күні кемпір айтады. Шалым, нан да жоқ, тамақ та жоқ. Оның қалдығын жинап, бауырсақ пісірейін депті. Кемпір ұн илеп, домалақ бауырсақ жасап, пешке салып пісіреді. Бауырсақ алтын түстес болып, дөңгелеп шыға келеді. Кемпір оны терезе алдына қойып, салқындауға қалдырады. Бірақ бауырсақ тыныш жатпады. Ол орнынан қозғалып, терезеден секіріп түсіп кетеді. Домалап кеттім, деп мәз болып, жолға түседі. Мен бауырсақ, домалап келем таласып, атадан да қаштым мен, әжеден де қаштым мен. Жолда қоян кездеседі. Бауырсақ, мен сені жеймін. Жемеші мені, қоян. Мен саған ән айтып берейін. Мен бауырсақ, домалап келем таласып, атадан да қаштым мен, әжеден де қаштым мен. Сенен де қашам енді мен. Қоян аң-таң болып қарап қалады. Бауырсақ күліп, әрі қарай домалап кетеді. Бірақ орман ішінен қасқыр шығады. Бауырсақ, мен сені жеймін. Тоқтай тұр, мен саған да ән айтайын. Мен бауырсақ, домалап келем таласып, атадан да қаштым мен, әжеден де қаштым мен. Сенен де қашам енді мен. Қасқыр аң-таң, бауырсақ кете береді. Бірақ орманның ішінен аю шығады. Бауырсақ, тоқта, мен сені жеймін. Аю, мен бәрінен қаштым, сенен де қашам. Тыңдап көр менің әнімді. Мен бауырсақ, домалап келем таласып, атадан да қаштым мен, әжеден де қаштым мен. Қоян, қасқыр, сенен де құтылармын аюмен. Аю күледі, бауырсақ кетіп қалады. Бірақ орманнан түлкі шығады, сәл айлакер үнмен. Сәлем бауырсақ, неткен сүйкімдісің, әнің қандай әдемі. Маған тағы бір рет айтып берші. Әрине, тыңда. Мен бауырсақ, домалап келем таласып, атадан да қаштым мен, әжеден де қаштым мен. Қоян, қасқыр, аюдан ешкімге де ұстатпай. Түлкі тұмсығын созып, бауырсақты жақынырақ тыңдайды. Ла-ла-ла-ла-ла. Өзің сондай тәтті ән айтасың. Дауысың бәсеңдеу сияқты ғой. Жақынырақ келші, мұрныма шығып айтшы. Секіріп түлкінің тұмсығына шығады. Мен бауырсақ, домалап келем таласып, ата, әже, аң бәрінен ән айтып қаштым. Кенет чап деген дыбыс түлкі бауырсақты жұтып алады. Сөйтіп, айлакер түлкі бауырсақты алдап жеп қойыпты. Ал орман тағы да тынышталыпты.